Урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүн биздин кээ бир эл өкүлдөрү бар эмес, кээ бирлери сөз ээсин табат. Ушуну менен экономикабыз көтөрүлөт. Кыргызстанды жыргатабыз, жайратабыз дейт. Бул жерде дагы бир баса белгилейин. Bir gün bir aksakal danışman kempirine ayıp durma, tarbiya kılıp jatkan balabızdı bir sınaylıcı, balam kelecekte kim bolat eken dep, ayalına mınday dep үйüne kirip, bir Kur'an'dı koyup dur. Kur'an'dın janaga akça dollardı koyup dur, dağı bir жерге pivonu koyup dur. Kempirge ayıp dur, karap duraçı, bu balabız kirip emnesini alat. Eğer pivonu içse bul, buzuku bala emes, başımızga bela bolat. Elдің керегіне жарабаған, нафсыға құл болған, алкаш болады, құмарбаз болады. Егер ақчаны алса, бұл бизнесмен болып, тижарат қылып, бізді бағат. Егер Құранды ала тұрған болса, Алладан қорққан, диніне қызмат қыла тұрған иманды жігіт болады деп. Кемпірі менен қара, баласын аңдып тұрса, бала кіріп тұрдағын, пивоны içip, $100 чөнтөөгө салып, Құранды қолтығына басып чиіп кетті. Kempiri taң қалып, ой, атасы қызық болды ғой. Ем бұл балабыз кім болады десе, депутат болады деп тұр. Мен айтайын деген мәселе сөз ээсин табат. Урматтуу, араңарда умраға барған бар, ажыға барған бар, келіп жамаатта келіп намазға қатышқан бар. Алладан қорқыла. Андай арамдың берекесі болбойды. Жақшылық емес, бір башымызға бір бәле алып келеді. Құмарсыз деле, қанчалаған үйлер көріп атабыз. Құмардың кесепетіне эмне болуп атат.